Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар, жақсыңдар ма, амансыңдар ма? Шошкуттум. Уағалейкум ассалам, Талғат брат, қалайсың, жақсың ба? Жұмыс қалай? Ал Димасқа келдің ба, братан? Тауықтар мырқырап тұр жайлап. Шуамен уже марғат соқпай беру керек. Тамақтар кетіп қалды.
Мына сеткі жақсы екен тауықтарға. Сыртынан өртіп соға. Манағы торғай неде кірмейді. Ойбай. Отыр едім өзім. Атеш домашний ғой. Бір әділер бар. Оны арғата қамап тастадым мыналармен. Таяқ жеп не істеп қалмасыншы деп. Екеуі де домашний ғой. Жақсы бағып екен екеуі де. Тауыққа жақсы қарап тұр, тауықты жақсы қорғаштап тұр. Мырқырап тұр тауықтар. Кеше жуа беріп едім. Жақсы жеп тұр жуан дейді. Бүгін тағы беру керек. Жақсы ғой, братан, тауық өсірген. Нормально мынандай несушка ламон браун дейтін бар міне. Тұрған бержанда, Атешін бержан тұрған. Сондай пород ұстасаң 3-4 жыл саған қызмет атқарады жұмыртқа туып. Тоқтамастан жем, суын барлығын жақсы қарап тұрсаң, витаминдерін беріп 3-4 жыл жұмыртқаны пытырлат туады ғой. 3-4 жылдан кейін соятын, сатасың ғой. Бір тауықты максимум 2 жыл ұстаған жақсы. 2 жылдан кейін сатып жіберсең, басқа біреуде әйтеуір қызығын көреді, құттай болса да. Өзің сойып жемейтін болсаң, ал сойып жейтін болсаң, онда 3 жыл ұстайсың да сойып жейсің. Енді мыналарды мен келесі жылы көктемге дейін, келесі жылға ұстаймын ғой, Алла амандығын берсе. Келесі жылы биыл балапан алсам, биыл жақсы басатындарын алып қалам да, баспағандан сатып жіберем ғой. Келесі жылы соларды бастыртам да, балапандарын алам да, өздерін сойып тем ғой. Қазір плюс 16 көрсетіп тұр, бірақ кішкене күн салқындау. Жерде кеппей жатыр, топыраққа шомылатын бұларда. Балапан бройлер енді шамай келгенше 700 теңгеден аласың ғой. 500-700 осы 2 аралықты алсаң, нормально өсіре алуға болады. Сосын 3 айдан кейін олар сойып жейсің. Мынандай айдары үлкейіп кеткен тауықтарда шамай келгенше алмаған жақсы. Уже айдары үлкейіп кеткен тауықтар кәрі тауықтар болып саналады. Бірақ әр порода әр қалай ғой. Шамай келгенше 1 жылдан асып кеткендер ғой. Мына айдары кішкентайлардың да бар, айдарлары өспейді, кішкентай болып тұрады, бірақ кәрі тауық. Мынау уже 1 жылдан кеткен тауық. Мына қара тауық айдарықта қандай. Менде жас тауық жоқ, мына жерде бәрі үлкен тауықтар. Сол келесі жылы ұстаймын, 1 жыл ұстаймын, 1 жылдан кейін сатып жіберем ғой.
ертең 15 балапанда келсе, мыналардан балапан шықса, нормально көбейіп болады ғой. Мыналар лақтырамыз сосын. Базарда да 500-700 болады ғой. Оралда бізде әлі Оралда базар ашпаған сияқты әлі. Жоқ, көру керек, қарап көру керек. Аша ма ашпай ма екен. Қазір былай жасайықшы, мен ана Аділер әтеш сатып жатырмын ғой. Осы эфирде алып қалатын кісілер болып қалар. Мына екеуін қамап тастап, Аділердің жұмыс жасап тұрғанын көрсетейін да, Аділер жақсы жұмыс жасап тұр менде деген. Чеп. Мына екеуін қамау керек, ема қамаудың өзі пәле. Чик. Давай, кір. Кір. Ана қызыл тауықтар, әтеш шустрый бар ғой. Жаман шустрый ғой. Тауықтарын шамалыға ешкімге бермейді ғой. Сіздерге көрінбей қалдым екен. Тауық ұстап отыр енді. Қап-қараң болып кетті. Анау. Бройлер етке ғой, етке. Бройлер тумайды ғой. Конечно, тауықтар шығарайды. Мықты шустрый бар мына қызыл ема шығып кетті. Мықты шустрый. Анадан қаша жүрген. Tavukların arasına çıkmak.
қазір сеткімен ұстап алу керек сияқты. Бұл осылай үстіне отырып аласыз. Бұл үстіне отырып аласың да көрсетесің ғой. Давайте сұрақтарыңызды жасап қоя беріңіздер. Мынаны қамап тастадық. Мынаны қамап тастадық. Bakın. Вот крыжи. Смелый. Давайте достан Адлер атеш сатылады. Соны екі атеш қамап тастадым мағадан бері. Сол қамап енді мына екеуін. Мынаны сатайын дегенсің, сосын сіздерге жұмыс жасауын бағарланып көрсетейін дегенім ғой. Тіркеліп жатқан жандарға көп рахмет.
Адлер Атеш сатат, алатын болсаңыздар хабарласыңыздар. Орал қаласында тұр, Орал қаласында. Бойы жақсы, шатыс емес, таза қанды. Тауық туралы сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Көптеген адамның тауық туралы сұрақтары болады ғой, по-любому. Қалай ақша табады, қалай бағады, қандай тауық жақсы. Оның барлығын комментарияға жазып отырыңыздар, мен сіздерге жауап беріп отырамын. Уағалейкум ассалам. Я, брат. Үй тауықтары ғой, домашний. Домашний тауықтар, сосын несушка бар, ламон браун дейді. Сосын лигорн породасы бар. Мына Атеш, Адлер Атеші. Адлер Атеші 5000 теңге. Бір тауыққа ауыстырам, мана породасы тауық болса біреуге ауыстырам. Ананда лигорн, несушка болса, онда 2 тауыққа ауыстырам. Орал қаласы ғой, Орал қаласы. 12 тауық, 3 Атеш бар. 3 Атеш 12 тауыққа көп болып тұр. Сонымен Адлерді сатып алатын породасы тауықты. Айнма породасы Атешті. Ана 2 домашний Атешті өзіме алып қалып жатырмын. Мыналар тауықтарым домашний болғасын. Адлер Атеші породасы жақсы, тұқымы. Ау. Қалай қаяқтан кіреді? Я, айтеш мына неден индердің іш жағымен кетеді дешеш? Ма білмей оны, Бауко мен Динарада сұрашы қаяқпен кіресіңдер деп. Жалпы олар ішпен кетеді ғой. Білмеймін, өздерін сұрап кейс. Шеше, жұлдызға тістап көтсін десе, жұлдыздан алып көте қойыр бар. Айдыстың алып көтер. Айтшы, жұлдызға тістап көтсін десе. Аржан ауылы кетеді ғой енді. Қайсы жақсы туады дейді. Енді тауықтың барлығы жақсы туады ғой. Мына жемін, суын барлығын уақытында беріп отырсаңыз, жақсы қарап отырсаңыз, қора жылы болса, бұлар дейтін енді жұмыртқан жақсы туады. Жалпы енді манағыдай күнде жұмыртқа туатын тауықтар. Ламон браун, лигорн, қайсекс, сосын аржана доминант дейтін түрі, сұрғыштау. Сол тауықтар жақсы жұмыртқаға. Манады күнде жұмыртқа туып, күнде сатып отыруға. Ол тауықтар енді 4 айлықтары 2 жарымы сатып отыр, жас тауықтарды. Соны алып, 2 айдан кейін уже 5 ай 5-6 айында жұмыртқа кіретін тауықтар жақсы. Сол уақыттан бастап уже жұмыртқан 2 жыл қатарына жұмыртқа береді. Енді олардың жұмыртқалар жоқ дегенде домашний жұмыртқа есебінде сатасыз ғой, үйден өзіңіз асырап отырсыз ғой. Жоқ дегенде 80 теңгеден сатасыз. Бізде Оралда үйдің жұмыртқасы 80 теңгеден. Енді бұлардың инкубацияға жұмыртқасын жинап бер десе, жоқ дегенде 150 теңгеден алып жинап берем ғой, жұмыртқасын 20 тауықтан. Ертең тағы тауықтар алам, ала беріпса. Қазір сөйлесіп отырмын.
Бізде просто Орал қаласында емес, тауықтар басқа жерден сатып атқасын. Ояққа енді 100 шақырым Оралдан, көбінесе ауылдық жерлер ғой. Олардан жақсы тауықтар бар, сатып алу үшін оның бензинің бар, анау-мынауың бар, еше түйесің ба сен түспейді да. Сол жақтар кішкене қиындау болып тұр ғой. Мысалы 2,5 сатып атыр. Ол мен барам 3,000 қалған есебінде болады да, мына бензинім жағып барады. Еше жолда барғасын тоқтайтының бар, тамағың бар, андай-мындай енді 1 сағат, 2 сағат уақытың кетеді ғой. 3-4 сағат уақытта кетіп қалады енді, әріне әрқалай ғой. Жұмыртқа бағытында ма? Енді бірінші рет асырап жатсаңыз, енді бір 50 тауық алыңызшы жұмыртқа бағытында. Жалпы негізінде 500 тауық қой максимальный негізінде. Үй жағдайында ұстауға болатын 500 тауық ұстасаңыз, үй жағдайында. Сізді бұлғайды ғой кәдімгідей. Бір ай, енді бір вақтының ақшасын табасыз ғой, 500 тауық ұстасаңыз. Енді оның да жеміне енді күндікпен есептейсіз ғой енді. Бір тауығың жоқ дегенде 120 грамм жем жейді ғой бір тауық. Менде қазір мынау енді 12 тауық бар, 12 тауықтан күнде жоқ дегенде 7-8 9 жұмыртқа алам. Кейде 4 жұмыртқа алып қалам, кейде 3 жұмыртқа алам, мен әріне әрқалай ғой. Бұларда демалады. 2 күн туып, 1 күн демалатындар бар, 1 күн туып, 1 күн демалып, 1 күн туып, сменмен жасайтындар бар. Сол жақтар кішкене қиындау болады. Сол себепті мынадай 500 тауық асырасаңыз, 500 тауықтан кем дегенде 400, 380 жұмыртқа алсаңыз күнде. Онда өзіңізге жақсы болады да, мына плюске шығып отырасыз ғой. Енді бұларды көбінесе көп адамдар мына бизнес бастайтын кезде деген шығынын есептемейді, өзіне табыс көзін есептейді, алып алады. Сосын мен жаңағы оның тауықтың өлетіні бар, ауыратыны бар, витамині бар деген сияқты ғой. Сол жақтарына кішкене есептеп қойған жақсы ғой. Оралда не шушка ма? Енді комбикорм білемін, сонда енді Орал сарып атқасын білемін ғой. Онандай нелер, зерноместілер 2,5, 3,5 әріне де әрқалай сатады. Ал анандай комбикормдар бар, қара старт дейтіндер. Олар енді 10,000-нан 8,000-нан басталады. Әр жерде әрқалай ғой. Мен өзім енді кукурузбен, сосын мына зерноместі бидай беріп аттым. Қазір үшеуін араластырып. Сынатын болды оған. Үшеуін араластырып беріп аттым, нормально. Енді менде бидай дұрыс желмей тұрмын, көріп тұрсыздар ғой өздеріңіз. Сол енді бидай бермейтін шығармын деп тұрмын. Бидай бермеймін. Чисто зерноместімен кукуруз берем ғой, суға араластырып. Ассалаумалейкум, уағалейкум ассалам, қалайсыңыз ма? Менде анда жемдердің бәрін есіп қойдым таңертеңге. Потому что изи беріп едім ғой мынадай. Просто құрозын беріп едім. Что-то жұмыртқа туы азайып кетті. Бүгін что-то азғантай жұмыртқа туды. 3 жұмыртқа ма, 4 жұмыртқа ма туды бүгін. Сол үшін есіп қойдым бүгін. Берем ғой бұйыртса аламандамыз таңертең. Порода тауықтар емес менде. Енді YouTube каналда бұрыннан қарайтындар біледі ғой, мені бұрыннан танитындар. Породный тауықтар ұстадым ғой. Қазір домашний тауықтар ұстап жатырмын. Қазір енді мынадай породный тауықтар алып тастауға болады. Енді ақшаның ыңғайына шықпай жатыр, қазір сөздің шыны керек. Еше қазір өздеріңіз білесіздер, Батыс Қазақстанда суға кетіп жатқандар көп. Қазір енді судың да несі дейтін 4 метрге көтеріліп кеткен. Біздер мына судың қасында тұрамыз ғой. Уже сай дейтін толып тұр ғой уже. Ертең Россия дейтін тағы 4-еуін ашады, 3-еуін ашатын болса, онда біздер суға кетіп қалады уже біздің шетжағы уже. Сол кезде уже суға кеткен жағдайда тауықтар исырап болып қалады да, мынадай өліп қалады, не істейді суға кетіп қалған жағдайда. Сол себепті пока енді әліптің артын бағып отырмын. Ақша жинап атын, қосып атын үстіне. Сол себепті енді қазір сіздер жақта енді әрқалай ғой.
су тасқынынан жақсы су тасқыны болмай жатып не істеп жатса шамайынша тауықты көбейте берген дұрыс болады. Бізде қазір просто су тасқынынан қорқып отыр, енді өтірік емес, 80%, 100% деп айтпай қой, 80% адам су тасқынынан қорқып отыр. Сол себепті мен тауықтарды алып отқан жоқпын, қазір осы бар тауықты асырап жатырмын. 12 тауық бар, 3 әтеш. Мына қандай жем беріп жатыр деп жатыр, соны көрсетіп кетейін. Мынандай жем бар, міне, несушка дейтін. Мынау мықты жұмыртқа туғызатын жем. Қазір мынаның артында мына бір тауыққа беретін 1 грамм бір тауыққа, үйрекке 2 грамм, қаз бен индюкке 3 грамм, перепелаға 0,2 грамм бересі ғой. Так, міне зерно место дейтін жем, міне ішінде барлығы араласқан, қап-қара білмей тұрмын. Ішінде барлығы араласқан зерно место дейтін жем. Осыдан 1 стакан салам. Сосын мынандай кукуруздан 1 стакан салам. Осына бидайдан 1 стакан салып, ысы суға араластырып бұқтырып қоям. 30 минут өткеннен кейін барып мынаны берем. Мынаны бергенде, мынаны салам ғой, грамдап. Осын салам, сосын араластырам. Сосын барып тауықтарға беремін. Енді қазір менде бидай дұрыс желінбей тұр. Мен бұны енді бүйтіп ойлап тұрмын да, салқын суға бұқтырып қоям. Мына сосын бидай өседі ғой. Бидай өскеннен кейін бұдан не шығады? Шөп шығады да, жасыл тамырланып шөп шығады. Сол шөпті бұларға беретін сияқтымын. Сосын мына бидайды ашыған жағдайда тауықтарыңыз басып қалады сосын. Так, мынау да жақсы. Мынаның да ішінде барлығы бар ғой енді. Просто мен мынаны қосып жібердім, сосын көбірек болып кетеді. Осы жемдер менде пока беріп жатыр. Мынаның астында кебек бар, ана ар жағында. Баяғы тауықтарынан алған. Менде профильде WhatsApp группаның сілтемесі тұр. Тауық бизнес бастау дейді. Соған тіркеліңіздер. Анда админ мен, өзім жеке админмін. Манағыдай сұрақтарыңыз болса группаға жазсаңыздар болады. Өзіме жекеге шығып, манағыдай бір ақыл кеңес айтатын болсаңыздар, оған да рұқсат. Жекеме шығып жазыңыздар. Мен енді өзім бала кезім, өзім қазір балам дейтін 5-те ғой, мысалы. Бала кезімнен бастап әкем тауық асырады, қазір енді асыра алмайды ғой. Бала кезім тауық көріп не істеп кеткен адаммын ғой енді. Менің де енді білетінім бар, білмейтінім бар, қателігім бар. Енді әр адам әртүрлі ғой. Менен де жақсы білетін адамдар бар да, мысалы. Сол үшін WhatsApp группа ашып қойын, соған тіркеліңіздер, бір-бірімізден ақыл кеңес алып отырайық. $700 новенький жақта тауық сатылғалы жатыр дейді. Мен ондайды білмейді екен. Мен манаға WhatsApp'та профильде тауық бизнес бастау дейтін группа бар. Сен барсың ба, жоқсың ба білмей отырмын. Бар сияқтысың жалпы сен. Сол маған жас шеш. Шанс болса алып қалайық. Жалпы тис фабриканың тауықтарын алам ба деп отыр мен. Қыста алдым ғой $200. Енді $500 сатамын дейді көктемде. Сол ойлап отырмын, содан бір 30 тауық алсам 30 тауық қосып береді. 60 тауық қойды, 60 тауықты әкеліп, осы тауықтардың арасында қосып жіберсем, әтештері қарап, секіріп не істейді ғой. Витамин бәрін бір жұмыртқа туғызып алсам жақсы болатын еді деп отырмын. Орал қаласы ғой, Батыс Қазақстан. Мына тауық ақсаңдақ болды, білмеймін не оқып қалған. Өзімен өзі ақсаңдақ болды ғой. Мына әтеш, Адлер әтесі, бұл әтеш сатылады. Ақ тауықтар енді мен қыста алдым ғой. Өтірік айтпай қойын. 100 штук алып келдім. 100 штуктан күн дегенде жоқ дегенде 80-90 жұмыртқа алып өтті ғой. Үйдегілер қартылған сатты ғой. Одан деген, 40 штукты өзім сойып алдым. 30 штукты саттым. Қалғаны өліп қалды ғой.
Қаладамын ғой, қалада. Орал қаласында тұрамын ғой. Аны 2 атеш шығарайын, жарайды ғой. Ол атештерде көрсетейін, 38 адам өтен білмейтіндері бар ғой. Мен телефоным өшейін деп жатыр, зарядкамды алып келе қойын да. Құттай сіздер кетіп қалмай сабыр сақтап күте тұрыңыздар. Мына жерге телефонды қойып кетейін. Телекамен еліме айта қойып зарядкамды алып келе терезеден. Құттай күте тұрыңыздар, қазір жалғастырамыз. Кемпір, зарядкамды алып бере қойшы. Зарядкамды алып бере қойшы. Мында болу керек, мына жатқан жерімде. Ойбай, тауықтарым шығып кетті. Тауықтарым шығып кетті. Тауықтарым шығып кетті. Кіріңдер, мына недегі білесіз, енді Орал қаласында біледі ғой. Птис фабрика дейтін микрорайон бар ғой, мына кіреберістегі. Сондағы фабрикадан алғам. Кіріңдер, кір. Маған шығып кетті. Қамау вообще қиын бар, тауықтар шығып кетеді ғой. Далаға қашады ғой, кәдімгі ма, көздері көрмей ма, қараңғыда үйреніп қалған. Қазір зарядкамды алып кеттім, зарядка беретін вообще тоқ бар ғой. Так, мынау мен, мына екеуі жанбайды ғой. Не тықсаң да. Лампы жасасаң жанбайды ғой, ең басты кетеді. Мен жәтшеген астамын сенше дейді. Мен кругозын тұрам бауыр. Манаға WhatsApp группа бар. Соның ішіне жазыңыздар шеш. Сонда сөйлесейік, мана бір-бірімізден ақыл кеңес алайық. Бір-бірімізден ақыл кеңес алып, бір-бірімізден не істеп отырсақ жақсы ғой. Енді мен де манаға айтқандай. Мана профильде тұр ғой. WhatsApp-тың несі тұр. Соған кіріп, манады группаға тіркеліңіздер. Мына екет мағадан бері жарты сағат тұрғанға қытырлатып отыр. Қосайын, мен мына жерде кіре алмасаң, WhatsApp-қа кіре алмасаң, маған сообщение жазып жібер номеріңді. Мен өзім сақтап алам да, группаға өзім қосам ғой. Давайте достар, лайк басып отырайық, кішкене қолдау білдіріп, басқа да адамдар көрсін, кірсін дегендей ғой. Мана ешкім кірмейді, қазір кішкене адамдар көріп сұрақ қойып, кішкене жақсы болды әйтеуір. Мана үнсіз отыр едім. Мен жекеме осы TikTok-қа тіркелдің ғой. TikTok-қа тіркелгеннен өзіме жекеме жаза ғой. Или болмаса мана WhatsApp дейтін группа бар ғой. Или YouTube-тың сілтемесі тұр, YouTube-қа кірді, любой бір видеоға астына жазып кетсейші. Бірақ онда номер тағы жазылмайсың ғой да. Мынағында менде комментария жазылмай тұр, мына жерде дейтін. Ақбаян ханым Несушка туралы айтайын ба? Несушка мынау тауық қой, мына Ламан Браун деп айтылады. Сосын Легорн ар жақта жүр. Бұл тауықтар жұмыртқаға жақсы туатын тауықтар ғой. Мықты туады. Мықты туатын тауықтар ғой. Мен Орал қаласы. Уральск деп. Мен сені қостым ғой, бірақ сенің нөмірің менде жоқ. Мен өзім қазір мына чисто YouTube, TikTok-та көрермендеріме бір арналған бір группа ашып қоямын, тауық бизнес бастау деп. Бағанағыдай бір-бірімізден ақыл кеңес алу үшін, бір-бірімізден сұрап білу үшін группа ашып қоямын. Соған тіркелсеңіздер болады. Енді бұларға қазір мен сізге көрсетіп кетейін, ғана зарядканы айырып қойын. Мен манада көрсеткен, мынандай ем бересіздер ғой. Так, мынау кукуруз, міне. Мынау кукуруз, міне. Мына кукуруз мықты туады. Сосын мынандай зерновместе дейтін бар. Осы екеуін, сосын мына бидай бар. Мен енді бидайды қоссаңыздар қосасыздар, қоспасаңыздар қоспауға болады. Осы екеуімен сосын мына екеуін суға салып 30 минут бұқтырасыздар да, мынаны қосасыздар ғой. Мына Несушка мынаны осылай ұстап тұрайын, скриншот жасап алыңыздар. Мен қай видеоның барлығында бар.
су келіп жатыр енді, пока біздер жақ жақсы, енді су келу. Мына подстепный нелер кетіп жатыр ғой. Тауықтар сатылмайды. Бірден айтып қояйын, тауықтар сатылмайды. Тек қана мына Адлер Атиш сатылады. Ойбай, кәсіп жағып жіберейін сіздерге. Адлер Атиш сатылады. Мінекей көрсетіп жіберейін қазір. Мына Атиш сатылады, мына жоғарыда тұрған Атиш сатылады. Не істесе мен нөмірімді жазып ала қойыңыздар. Сосын біреуіңіз мына жерге менің нөмірімді жазып жіберіңіздер, шеш. Мен нөмірін айта қойын, 875 384 0560. Сіз қай қаладан боласыз, енді VIP аптекілерде сатылады ғой. Зоотоварный дейді, аптекілер бар ғой. Құстардың, сиырлардың жемін сататын жерлер. Витаминдер сататын жер. Сондай жерлерде болады ғой. Манағы грант бөлінеді, 1,5 миллион дейді. Менде сертификат бар. Бизнес жоспар бар тауықтың, бірақ маған берілмейді ондай 1,5 миллион. Өткені мен оған дейтін, мана қалай еді, мен бардым ғой, беріледі деп бәрі айтты ғой, бар беріп жатыр, анау мынау деп. Мен бардым оған деген бизнес жоспар, сертификат барлығын апардым. Сонда маған тек бүйтіп шығарып салды ғой. Сіз мыналарға ала алмайсыз деді ғой, болды. Сіз өткен денсаулығыңыз бар, 2 аяқ, 2 қолың жұмыс жасап тұр. Сіз ала алмайсыз, анау мынау деп тұр ғой сіз. Ондайды тек қана алады манағыдай асыраушыдан айырылып қалған мүгедек адамдар, манағыдай. Сосын мүгедекті бағып отқан адамдар, сосын көп балалы аналар алады деді ғой. Сосын салам алейкум деді ғой маған деген, давайте деді ғой. Жақсы дедім, енді көреміз, енді ол үкіметтен аласын. Үкіметтен алғаннан өздеріңіз білесіздер ғой. 1 жыл тексереді, анау мынаумен. Несе, одан да сұрайтын шактілері бар. Оданша өзіміздің аяғымыздан көтерілеміз ба деп отыр. Халықтың арқасында, қолдаудың арқасында осылай. Менде кәміна сұрақ қойып жапсыздар ғой. Мына қызыл свет түнде қосылып тұрады, менде деген. Қайдан алдым породистый тауық дейді. Менде породистый тауық жоқ. Менде чисто домашний тауықтар мына жерде қазір. Бірақ арасында доминанттар, несушка бар. Несушканың ламон браун, сосын лигорн породасы бар. Сосын 2 брам шатс тауық бар. Қалғандары домашний тауық бар. Ау! Қазір барам. Іше беріңдер. Азамат, мен тауық сатып атқан жоқпын қазір. Чисто мына Адлер Атиш сатып атын, породасы жақсы, тұқымдық қалып балам дейтіндеріңіз болса, бағасы 5,000 теңге. Орал қаласында манағыдай. Именно қаланың іші болса апарып берем. Немесе мынандай несушка, мына лигорн, доминант дейтін сияқты тауықтарды екеуіне ауыстырам ғой. Ама үй тауықтары, брамы, мына породистый тауықтар болса, оғыларға уже басына баш айырбастауға болады. Менде қазір 3 Атиш, 12 тауық бар. Уағалейкум ассалам, тауықтарым тумай жатыр дейді. Ма тиктокта, ютубта бар видеолар. Соны кіріп қарасаңыз болады. Несем екен. Так. Мана танысы барлар алып жатыр, дұрыс айтасыз. Мана айтқан адамдардың біреуі де алып отқан жоқ. Қолында енді барлығыңыз дұрыс айтып жатсыздар негізінде. Үкіметті жамандайын деп жамандап жатқан жоқпын мына жерде. Үкіметке де манағыдай халыққа да не істеп аузымды ашпаймын. Бірақ та енді өздеріңіз білесіздер ғой. Аллаға шүкір, қазір 2 қол 2 аяқ аман есен. Отбасым аман есен. Ата-анам қасымда, бауырларым барлығы қасымда, бала-шағам бәрі қасымда, 12 мүшелері сау, Аллаға шүкір. Енді тек қана просто үкіметке ауыз ашып жатқан жоқпын. Просто мына халық бар ғой, мына көрермендеріме енді поддержка беріп жатыр ғой, мына лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп жатыр. Енді соларға көп рахмет айтам. Атак ешкімнен ақша сұрап, ешкімнен істеп жатқан жағдайым жоқ. Шүкір, барлығы бар. Енді жайлап жетеміз ғой. Москваның өзі бір күнде тұрылған жоқ деген сияқты ғой.
несушка тауыққа қораз керек емес қой жалпы негізінде. Мына тауықтардың барлығы да қорасыз туады. Просто балапан алатын бұл жағдайда, мысалы балапан алатын жағдайда атиш керек болады да. Мысалы мына несушкаге мынандай атиштер секіретін болыпса, уже ананың жұмыртқасы балапан шығаруға болады. Ал атишсіз, мысалы мына домашний тауықтар атишсіз туатын болса, уже олардан балапан ала алмайсыз. Инкубаторға салсаңыз, тауықтың астына салсаңыз ала алмайсыз. Мына несушкалар, мысалы, мына несушкалар баспайды дейді ғой. Мен гарантия берем, 10 тауықтың біреуі басады мына несушканы. Потому что мен жезден бұдай болдық. Короче, птицу фабрикадан сатып алды. 20 тауық. 20 тауықтың біреуі басты ғой. Еще олар білмейді ғой мен жезден асырап. Ол алғанда жұмыртқаны алғанда просто астына қоя салған 19 жұмыртқаны. Шертпеген, просто тек балапан шықпаған ғой жұмыртқадан деген болды. Он екі тауықтан ба? 12 тауықтан 9 жұмыртқа алам, 8 жұмыртқа алам. Енді әріне әр қалай ғой. Әртүрлі бағытта алып жатырмын ғой қазір жұмыртқаны деген. Көбірек ұстасаңыз, мысалы, енді жоқ дегенде бір 50 тауық ұстасқанның өзіне де бұлғайсыз ғой. Манағыдай балапан сатсаңыз да, инкубатордан жеуге жұмыртқа сатсаңыз да, өзі мен мысалы сіздерге айтайыншы қазір. Мысалы 50 тауығыңыз бар да, 50 тауыққа енді 5 атиш қалай солай 5 атиш саласыз да. Бір ұядан шыққан 5 атиш салсаңыз, инкубатордан балапан шығарып сатсаңыз, мысалы 21 күнде сіз уже 500 теңгеден сатасыз да. Бұл тауықтың балапандан 500 теңге сатасыз. Сіз енді сіздің мысалы 50 тауықтың мысалы жеуге сататын болсаңыз, бір жұмыртқа 80 теңгеден. 50 тауық күннен 30-35 жұмыртқа туғанның өзіңіз есептейсіз. Мен просто қазір сізге есептеп отыратын уақытым болмай жатыр да. Калькулятормен немен енді есепке шамалымыз ғой біздер. Жеуге сататын жұмыртқамен, мысалы инкубатордан балапан инкубаторға сататын, мысалы тек қайтпасайыншы, ұмытып қалдым. Жемге сататын, ё-моё. Не етіп кеттім мен. Шарасып кеттім ғой. Мына тауықты асырайсыздар ғой. Тауық асырағанда жұмыртқа бағытын салыстырып бараңыз. Мына чисто жұмыртқасын сатасыз жеуге. Сосын инкубаторға жұмыртқасын сатасыз. Содан кейін балапан шығарып жұмыртқасын сатасыз да. Соның барлығын есептеп өздеріңіз қараңыздар. Қайсынан көп табыс табасыз, соны жасаңыз. Ол жерде сізде расход та болады. Тауықтың ауыратыны бар, өлетіні бар. Да, мысалы менде мысалы ана тауық ақсаңдап қалды. Ана тауық ана жерде тұр, өзіңіз көріп тұрсыз, ақсаңдап жүр. Ол тауық енді тіпті жұмыртқа туып тұр. Енді ойлап тұрмын, ол басқаннан кейін кететін шығар деп. Потому что менде мынандай қара тауық болды, құтақандай. Табанынан мынандай жара шығып кетті да. Ана жараны мен кесіп тастап, зеленка тамыздың по-любому жара шығып кетеді да. Балапан шығарды, 21 күннен кейін қарасам, ақсаңдап жүрген аяғын вообще ақсаңдамай қалды ғой. Күшт жүріп кетті ғой. Сол сияқты да, мысалы, бұл тауықтың да минустары бар да. Тумай қалса, минусқа кетесіз. Туып тұрып, жақсы не болса, расход. Туып тұрса, уже расходтарына жабасыз ғой шыққан. Қазір менде чисто жұмыртқа сатып атқан жоқпын, балапан шығарып сатып атқан жоқпын, дым сатып атқан жоқпын. Чисто тек бұның жұмыртқаларын оразайы болғасын. Мына ауыз жабатыны бар, ашатыны бар, несетін кезде қорып жейді да. Өзімізде жейміз, үйдегілерде жейді, сол себепті пока жұмыртқасын сатып атқан жоқпын. Ертең ораза бітсін, содан кейін жұмыртқаларын сатам ғой. Соған дейін мысалы қазір бір жерде 14 тауық көріп тұр. Мына Орал қаласында. Кішкене ол маған алысырақ болып тұр да. 2000 теңгеден сатып жатыр. Соны енді қазір фотосын қарайым. Жақсы жас тауықтар болса, сонда қазір доставка жасайтын болса, сол тауықтарды сатып алам. Ба деп отырмын, Алла қосса. Қай жақта тауық сатасың ба дейді. Мен қазір мына сіздерге сұрақтарыңа жауап беріп кетейін де, кейбіреуін оқып кейбіреуін оқи алмадым, жоғары қарай көтеріліп кетіп жатыр ғой. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында тауықтар сатылмайды, тек қана мына Адлер атис сатылады. Просто мынаны да сатпайтын сияқтымын уже. Ертең ана 14 тауық келетін болса, мына 2 атис аз болып кетеді. Бұл атис сатылмай қалуы мүмкін.
қазір үйреніп қалды ғой қырылса да. Адлер Кучин доминант несушка бар, қораз бар, бәрі тумайды дейді. Сіз енді жемін қарап көріңіз, мүмкін сіз семіріп кеткен шығар тауықтарыңыз. Тауықтар семіріп кеткен жағдайда да жұмыртқа тумайды. Оларға енді бір апта 3 күн жем бермейсіз, кешті су бересіз. 3 күнде тауықтардың өздерінің төсіндегі жемі бітеді де, манағы құйрық жақтары май басып кетеді ғой. Сол майды өздері жейді де, іште жейді де, уже арықтай бастайды. Уже 3 күннен кейін манағыдай нормасымен жем бересіз. Бір тауық 120 грамм жем жейді. Атешті қоспаңыздар сіздер. Атешке вообще қатысы жоқ. Бір тауық 120 грамм жейді. Мысалы менде 15 тауық бар, осы жерде 12 тауық 3 атеш қой. Мен мына 3 атештің жемін есептеп жатқан жоқпын, потому что бұлар анаға берген жемді де шұқып жейді. Мысалы мен 15 тауықтың жемін есептеп 120 граммнан түгел салып жіберсем, ол жерде тауықтар көп жеп қояды да, атеш жей алмай қалады. Ал мен 12 тауықтың жемін салам 120 граммнан есептеп, сосын берем. Атештер по-любому менде жем жемейді. Бірінші тауықтар жейді, тауықтың қалғанын құтқанда атеш жейді. Ол жерде солай. Сіздер мысалы көбінесе көп адамның қателіктері грамммен есептегенде атешке де қосып жібереді ғой. Атешке никогда қоспау керек. Атеш по-любому өзінің жемін тауып жейді ол. Керосинге аяғын не үшін салады дейді, Рима дейді. Мен оны білмедім ал. Шыны керек. Оны білмедім. Менде сол сіз маған қойып жатса керосин аяғын не үшін салады деп, оны білмедім ал. Ренжімеңіз, оған жауап бере алмаймын. Потому что мен ондай жағдай болған жоқ. Тауықпен айналысу үшін қандай тауық алған жақсы дейді. Тауықпен мысалы енді әр бағыттағы, жұмыртқа бағытындағы көбінесе адамдарда жұмыртқа бағытында, мына қайта айтып кетейін. Мына Лигорн породасы, так Лигорн қайда? Так, мына несушка бар ғой, мына қара атештің артынан. Мен арғатай бара алмайтынмын, зарядкаде қойып отырмын ғой. Мынау жақсы. Жұмыртқаға мына несушка деп айтылады, енді барлық тауық несушка ғой. Мына ламан браун деп айтылады тауық. Интернеттен қарасаңыздар болады. Осы жақсы жұмыртқа туады. Сосын доминант дейтін тұр, сұр тауық. О да тоже жақсы туады. Сосын ар жағында жатыр, Лигорн дейтін ақ тауық. О да тоже жақсы жұмыртқа туады. Мысалы енді бірінші рет асырап жатқан адамдар болса, осы үй тауықтарынан бастаңыздар. Мен сіздерге айтайын, үй тауықтарынан басқа тауық керек емес. Именно осы үй тауықтарынан бастаңыздар. Жақсы нәтиже көресіздер. Аяғы ісіп кетсе не істеу керек дейді. Енді мен оны білмеймін. Мана WhatsApp группа бар. Соған аяғын фото қосырып жіберіңіз. Мен сіздерге жауап берем. Қалай ісіп кеткенін мен просто білмеймін да. Мен өзімде кездеспегесін. Неше мезгіл беріп тұрсын жемді дейді. Уағалейкум ассалам бауыр. Қазір мен 1 мезгіл жем берем. Қыс уақытында 2 мезгіл жем беріп жүрдім ғой. Қазір 1 мезгіл жем берем. 2 тауық бар, күрік басқысы кеп жүр, бірақ баспайды. 2 ай өтті дейді. Простой адам деп жазған екен. Тауығыңыз басқысы келеді, бірақ баспайды да. Жұмыртқаға жатады, тұрып кете бере ма? Ол 2 тауықты аласыз да, бөлек қамайсыз да, дрожь бересіз ғой. Жеміне араластырыңыз, былай беріңіз, дрожь беріңіз. 1 аптадан кейін жұмыртқаға жатып қалады ғой. Или болмаса, мынандай пластмасс бар ғой, дөңгелек, машина дөңгелегі, ішіне шөп салыңыз, 2-3 жұмыртқа салыңыз ішіне, тауықты үстіне салыңыз да, бетін ағашпен жауыпсаңыз, болды. 2-3 күн қараңыз, 2-3 күн жата ма, уже астына басқаны 3 жұмыртқаны алып дейсіз да, 10 жұмыртқа саласыз ғой, болды. 10 жұмыртқа емес, енді 11 жұмыртқа салыңыз, біреуі неоплод болып шығады, 10 жұмыртқа сізге балапан шығарып береді. Мына ламан браун, Лигорн, доминант дейтіндер ойланбастан туады ғой. Мен не жем беріп жатсыз дейсіз ба? Мен қазір сіздерге айтайын, кукуруз беріп жатырмын, бидай беріп жатырмын, зерно вместо дейтін жем бар, сол үшеуін араластырып беріп жатырмын. Сол үшеуін араластырып беріп жатырмын қазір. Мықты туып тұр. Сосын манағыдай несушка дейтін жем бар, соны беріп жатырмын. Мана
Так, жем беріп жатыр, не істеймін дейді. WhatsApp қайда дейді. WhatsApp профильде тұр, профильде сілтемесі тұр. Мынағыдай ана жерде оқысаңыздар жазылып тұр, WhatsApp группа деп тұр, соның астында сілтеме тұр. Соны басып, WhatsApp группаға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Менде мана қазір ана несочка жем бар ғой, соны фотоға түсіріп, сол WhatsApp группаға салатын боламын. Соның ішіне кіріп қарайсаңыздар болады. Уағалейкум ассалам, қазақ 38. Я красный уже, қазір красный лампы қажет жоқ, уже аз уақыт басталды уже. Қазір салмаңыздар, оны қоспаңыздар. Оны қоссаңыздар, тауықтарыңыз биттеп кетеді, уже қазір күн жылы плюс ойға кетіп қалды. Мен оны салмаймын уже. Просто мана сіздерге мына тауықтарды көрсетейін деп салдым ғой. Осы эфир басталғалы сонда салдым. Қазір алып тастаймын. Ана неге дүкенге барады, менде уақыт болмай жатыр әлі. Ана 60-тық лампа бар ғой кішкентай. Соны салып қоямын ба деп едім. Мына базардың ценасын білмедім, ал қана братан. Базардың ценасын білмедім. Мен әлі базарға шыға жатырмын қазір. Мына эфирді өшір дей ма, бірдемен деп келіп жатыр ғой маған. Рахмет, тауықтардың әдемі екен дейді. Тауықтың алдына жемді толдырып қоямын дейді. Тауықтың алдына жемді толдырып қоймаңыз, тумай қалады, тойып кетсе. Балапандар алла бұйыртса келеді, көрсететін болам. Видеоға салам ғой, TikTokқа. Простой тауық па? Менде туды ғой мыналар деген қыста. Туады ғой, жақсы жем берсеңіз. Тауықтар туай береді, оған без разница ғой. Мысалы, жеміне байланысты туады ғой тауықтар дейтін. Жемі жақсы болса, жұмыртқаны көбірек береді. Тауықтар сатылмайды. Мен бұларды сататын болсам, үйдегілер сөйлейді уже маған. Мен уже алдыңғы жылы қыста дейтін тауықтар, осындай тауықтар сатып алдым. 1300 теңгеден. Манағыдай витамин беріп, не беріп, тым жақсы жұмыртқа тоғызып келдім де. 3000 теңгеден сатып жіберген. Сол үйдегілер сөйлеген. Өзің тауықты аласың, жұмыртқа тоғызасында жем беріп, сықитып асырайсың, сатып жібересің, үйдегілер ренжіген. Сол үшін тауықтар сатылмайды. Зерно вместе дейтін жем бар, сол мықты негізінде. Манағыдай кукуруз барлығы ішінде. Зерно вместінің өзін, манағыдай енді мана жем алуға ақшаларыңыз болмай жатса, пока что бизнестерің тауықтарыңыздың жұмыртқасы сатып айналып кеткенше, зерно вместе беріңіздер. Бір мезгіл зерно вместе беріңіздер таңертең. Өз тауықтарыңыз кешкен жұмыртқа туады ғой. Тауықтардың несі шықпай тұрса, маған тіркеліңіздер, TikTokқа тіркеліңіздер де, сообщение дейтін бар ғой, соған жазып жіберіңіздер, номерлеріңізді жазыңыздар. Номерлеріңізді маған жекеме жазып жіберіңіздер, болды. Мен сіздер номерлеріңізді өзім WhatsApp группаға қосатын болам. Рүстем брат, кебек берме. Кебек берме, вообще берме кебекті. Кебек берсін тумайды тауық дейтін. Мен бұрын енді Атырау қаласында тұрғанда дейтін, мен мына зерно место дейтін жемдерді вообще білмеймін ғой. Біздер честік мына бидай береміз, сол кебек береміз ғой, болды. Кебекке манада ащы бірдемелерді қосып береміз. Уже біздің тауықтар соған үйреніп қалды, сонымен туып жүр. Уже қазір Орал қаласына келіп, мана ізденіп, аннан-мұннан сұрап себет, кебек болмайды екен тауыққа деген. Кебекті байқайсыздар ма? Суға салсаңыздар, қойып қойсаңыздар, кебек өседі ғой. Байқайсыздар ма? Олар манағы тауықтың семіріп кетеді, тауық семіріп кететін кебек берсеңіздер. Мысалы, кебекті сиырға береді ғой. Сиырға, ешкіге береді, семірсін деп береді екен кебекті. Тауыққа бермеңіздер. 3 әтеш, 12 тауық бар. Сол шама келгенше манағыдай зерно месте беріңіздер. Қазір көрсетем зерно месте. Менде телефон өшейін деп өтім, зарядка алып бердім бе бірдеме ғой. Уағалейкум ассалам, братан, қалайсың, жақсың ба? Зерно месте дейді, мынандай ғой, міне. Міне, мынандай. Мынаның ішінде, короче, бүкіл жем бар ғой. Осыны беріңіздер. Менде сосын мына үшеуін араластырып жатырмын ғой мен деген. Мынау ғой, мына тағы да скриншот жасап алыңыздар енді. Қаншеге бар еді, телефоным өшейін деп жатыр уже. 15% қалды. Осы. Бізде қазір шөп жоқ. Бізде қазір шөп жоқ. Мына қараңызда шөп жоқ бізде. Өзіміз судан су айналып кетсе екен деп тілеп отырып пока.
сол мана ойлап отырмын, ақ бидайды бар ғой, ақ бидайды бермей суға бұқтырып мана жасыл шөп шығарып берем ба деп отырмын. Иә, қайнатып бересің ғой. Қайнатып берген жақсы негізінде. Зерномесін суға салып бұқтырып қоясың 30 минут ыстық суға. Сосын ана несушка дейтін бар, 30 минуттен несушканы араластырасың да қойып қоясың ғой. Таңертеңге дейін жемің мықты тұрады. Таңертең аласың да тек жемді бере қоясың болды. Тауық ауру туралы не білесің дейді. Енді көп қой тауық дейтін, мысалы жүкіріп тұр менде қазір тауықтар. Мен бұларға жуа беріп жатырмын, суға араластырып жуа берем. Қазір енді жылы су құйып қойдым, уже мен жуаны кешкісін берем. Жуаны шикілей де берем, суға да араластырып берем, бұлар жейді жуаны. Бірақ жуа берсеңіздер тауықтарыңыздың туы кішкене төмендеп кетеді да, уже мана жуа дейтін ішіндегі нелерін барлығын өлтіріп, микробтарын бәрін кетіреді. Уже ауру жазылғаннан кейін манаға дәлше болшы қайтадан жемін беріп қайтып туғыздырып аласыздар. Сосын марганцовка бересіздер, суға араластырып марганцовка бересіздер. Аспирин беруге болады тауыққа. 5 литр бір пачка аспирин бар, осындай бір пачка болады ғой. Ішінде неше өтеді, он шақтысы тұрады. Сол оның 5 литр суға араластырасыздар. Кішкентай аспирин бересіздер ғой, детский. Үлкен аспирин болса, онда 5 штук саласыздар. Ал кішкентай аспирин болатын болса, 10 штук 5 литрге салып езесіздер де, жылы суға езесіздер. Жақсылап араластырып, ыдысқа құйып бересіздер. Тауықтарыңыз ауру жағынан кішкене жақсы болады. Рүстем, WhatsApp жазасың ба деп жатсың, мен скриншот жасап сүріп ала қойын нөміріңді. Сені қоса қоям да, эфирден кейін. Күрік қылу үшін не істеу керек дейді. Күрік қылу үшін ба? Күрік қылу үшін дрожж бересіз ғой. Мықты қылып дрожж бересіз. Оны енді барлық тауықты бастырмай, бір тауықты бастырғыңыз келсе, бір тауықтың өзін қамап қоясыз да, дрожжды аямай дрожж бере бересіз ғой. Тауықтарыңыз жақсы болады. Аяғы ауырып жатып алады дейді. Бірақ тауықтарың аяқтан кеткен ғой. Ондай тауықтар шама келгенше жылы жерге ұстаған жақсы, тауықтарыңыз жылы жерге көшіріңіз. Мынандай астары шылқып атса, тауықтарыңыз аяқтан кетеді. Менде мына ұяның ішінде ағаштарын қойып қойған толтырып, соған қонақтап жату үшін. Ал мысалы, мынандай несушылықтар болып, тиіс фабрикадан келген тауықтар, олар мынандай жерге жатады да, мынандай жерге жатады, төсімен жатады, төсі уже салқын тигеннен кейін уже аяқтан кетеді тауықтар дейтін. Аяқтарын баса алмай қалады, мына аяқтарының қалай айтсам болады, мына нелерімен жүреді, мынандай қалай дейді, мына адамның шынтақ дей ма, баса алмай қалғаннан кейін шынтақпен жүреді ғой. Мен ана тауық ана баса алмай жүр, аяқтарына үш аяғын бүйтіп шығара алмайды, бүйтіп бүктетіліп қалған ғой. Қайдағы бөлмеймін, меу болып қалған. Өзім түсінбейтін. Сұйық түсіп сөйткен қазір жоқ. Ассалаумалейкум, алейкум ассалам. Иә, дұрыс айтасың, тауық шамалға тоңбайды ғой. Енді әр тауық әрқалай жалпы негізі тоңады ғой тауықтарда. Аяз болса қатып қалады. Сұйық түсіп тұр дейді. Сұйық түсіп тұр, енді қою түшкізу керек қой. Оны дұрыс жемін дұрыс беру керек қой. Тауық ауырып тұр ғой сұйық түсса. Іші өтіп тұр ғой, іші өтіп. Тауық енді шынтақ қолдау болады ғой. Енді мен просто тауыққа не болатынын айта алмайтын да, шама келгенше просто өзімнің немен сіздерге жеткізіп жатқаным ғой. Түсініп тұрмын қолдау болатынын. Енді оны тауықтың қалай жүретінін сіздерге көрсете алмай, просто шынтақ есебінде көрсетіп жатырмын да. Мына артында несемен жүріп қалады ғой тауықтар уже салқын тигенде. Мана сұйық түсіп жатса, уже тауықтарыңыздың іші өтіп жатыр деген сөз ғой. Жемін дұрыс беріңіз. Бірдеме жақпай жүр ғой. Тышқанның боғын жесе де, өздерінің мана бірден боқтарын жеп қойса да, жеміне боғы араласып кетсе де, іштері өтеді тауықтың. Сол себепті тауықтарды дұрыстап таза қылып баққан жақсы ғой. Мынаны жуып қоям мен. Жуып тазалап қоям ғой. Уже ананың ішінен шығарып тастадым, қазір ананың іші тұрғанда астында боқтар тұрады ғой. Түсінге шығарып тастадым.
енді мысалы көп видеоға түсіретін адамдар бар ғой, осылай видеоға түсіретін, мысалы көп тиктокта да ютубта да көп түсіретін адамдар сіздерге видео түсіріп жатқанда мысалы витаминдерін нелерін көп ешкім көрсетпейді. Бұған 100% гарантия беремін. Мысалы менде мысалы мына суға сіздерге жуа қосып беріп жатқандарымда нелерін көбінесе түсіріп жатқан жоқпын ғой, жылы су бергенім түсіріп жатырмын жалпы негізінде. Сосын мына жемні араластырып жатқанын мен түсіріп оны көрсетіп жүрмін. Жұмыртқа берейін ба? Басың салқын дейді, басы болдың ғой, бар. Сен саяғаты. Шишка барам. Қызып жатыр, әңгіме қызып жатыр. Так, қалай айтсам болады, мана айтып өтейін, ұмытып қалдым. Мана суға марганцовка қосып берген дұрыс негізінде, жуа қосып берген дұрыс. Ол негізі көп, мысалы тауық видеоға түсіретін адамды көп көрсетпей қалады. Ол түгіл менде өзімде де көрсетіп жатқан жоқпын, жуа беріп жатып, не беріп жатқандарымды. Енді келесі видеода көрсетем. Просто манадай далаға шыққанда телефон үйде қалып қояды, не зарядкасы өшіп жатады, сол себепті көбінесе көрсете алмай қалып отырғаным ғой. Маржан ханым тауық бейнеске қызығып жүрмейді, қай жақта тауыққа сарай жылу керек пе дейді. Орал қаласында, Батыс Қазақстан Орал қаласында тауыққа сарай жылу керек па дейді. Конечно, жылу керек тауыққа. Шама келгенше тауық қораларыңыз саманнан болу керек. Саманнан салсаңыздар, қыста жылы, жазда салқын болады, тауықтарыңызға жақсы болады. Тауық бизнесіне қызығып жүрсеңіз, жұмыртқа бағытында асыраңыз. Мен сізге бірден айтайын, балапан шығарам деп асырамаңыз. Чисто жұмыртқа бағытында жұмыртқасын сатам деп асыраңыз. Потому что сізде бірінші кезеңде, ең бірінші асыраған кезеңдерде көп адамдар минусқа кетіп қалады. Сол себепті осындай домашний тауық асырасаңыздар болады. Или болмаса асырап көріп үйренемін дейтін болсаңыздар, птиц фабрика дейтін не бар ғой, құс шаруашылық, содан арзан тауықтарды алып асырап бараңыздар. Өлсе де, не істесе де арзанға келген зат қой. Ал мысалы мынадай қымбатқа сатып аласыздар, мына ламан бұрауының 3-4 айлықтары 2,5-мыңнан. Енді 2,5-мыңнан аласыздар, бәленбай штук. Бұл өліп қалса, минусқа кіріп кетесіздер. Манағыдай 500 теңгеден птиц фабриканың тауықтарын алсаңыздар, өлсе де кетіп жатқан ақша ғой деп не істейсіздер ғой. Енді жаз уақытында тауықтар өлмейді, шама келгенше ауру тауық болмаса, жаз айында тауықтар өлмейді. Сол себепті мен енді птиц фабриканың тауықтарын алып, жаз уақытында әлдендіріп алам ба деп жатырмын, витаминдерін беріп. Қыста уже маған олар жазда да туады ғой, қыста да жақсы жұмыртқа туады да, жүндері өсіп. Сол себепті көбінесе жұмыртқа бағытында ұстаңыздар, ең бірінші ұстап жатсаңыздар. Сәлем дейді, саламатсыз ба? Ең астын сауған төселген болса, үстіне күл төсеп асты жылы бола ма дейді. Я күл төсеген тауыққа күл төсесеңіздер, бет сірке болмайды да. Мысалы күл дейтін жақсы тауықтар күлге аунап туады дейді ғой, енді баяғыда кісілер. Қалай жылытамыз дейді. Мынандай қызыл лампы бар, қызыл лампымен жылытсаңыздар болады. Мықты жылы болады ғой. Саламатсыз ютубта жан тауық бейнес деген емес пе? Я қазір бірақ тауық бейнесіне өзгертіп тастадыңыз. Я сол ғой. Менің атым жан дейді, менің баламның аты ғой. Көбіңіз айтасыз, менің есімім Райымбек болады. Бұрыннан ютуб түсіремін 2016-тан бастап. Бірінші каналым кілтеніп қалды, жаңадан ашылған канал. Тиктокқа да осы көп болған жоқ, тиктокқа көшкеніміз дейді. 1 жылдың көлемі болды ғой. Я қазақи тауықтар жақсы, дұрыс айтасыз. Менде 12 тауық бар, 3 атиш бар, 3 атиш көп. Ереке дейді. Ереке, братан, тауық сатылмайды, атиш сатылады тек қана. Жоқ, бизнеске мына тауықтар жетпейді. 12 тауықпен қандай бизнес бастайсыз? Енді тауықтар жайлап көбейтіп жатырмын. Қазір өздеріңіз білесіздер, тауық көп ешкім сатып жатқан жоқ. Енді қазір тауықты көбейтіп жатырмын. Бір жоқ дегенде бір 50 тауық алам, осы домашний 50 тауық алам, несушка алам, несушка ламан бұрауын алам, легорын алам, сөйтіп көбейтіп алам ғой. Содан кейін бар жұмыртқасын сатам. Тауықтың үстіндегі жүндер неге түсіп қалады дейді. Тауықтардың үстіндегі жүндер түскен жағдайда
оларға мысалы витамин жетіспей жатыр, түлеген жағдайда түседі да. Түлеген дейтінде түлеп жатады тауықтар, жұмыртқа тумай қалады, жүндері ауысып жатады. Бұрынғы жүндер түседі де жаңадан балапан жүндер шығып жақсарып тауықтарыңыз не істеп қалады, әдемі болып қалады ғой. Сол кезде тауықтар тумай қалады. Жұмыртқаны қалай сатып отыр? Қазір жұмыртқа сатып жатқан жоқпын. Жұмыртқа сататын жағдайда мен уже қазір Аллаға шүкір TikTok, YouTube, OLX дейтін нелер бар, WhatsApp группа бар. Солар арқылы жұмыртқаны сата аламын. Менен көбі сұрап жатыр, жекеме шығып TikToктан жұмыртқа сатасыз ба, адилердің балапан сатасыз ба деп. Менде қазір породисті емес, чисто осылар ғой. Қазір мен жұмыртқа сатып жатқан жоқпын. Қазір өзіміз жеп жатыр. Ертең 50 тауық, Алла амандығын беріп 50 тауыққа жеткізіп алайын. Содан кейін сатам жұмыртқасын. Міндетті түрде видеоға түсіріп TikTokқа салатын болам. Ал мысалы мына 10 тауық, 12 тауық қойын, инкубаторға жұмыртқа керек болса, адамдарға домашний тауықтың жұмыртқасы, онда жинап бере алам. Я, дұрыс айтасыз. Қораны салғанда әр кетсе метр 20, метр 30 қылсаңыз биіктігі нормально болады. Өзіңіз кіріп шықсаңыз болды ғой, ішіне бүкірейіп. Мысалы біреулер бар ғой, ішінде емін-еркін жүрем, өзім емін-еркін жүрем деп нең қылып салып алады осындай биіктікте. Сосын қораның ішін жылыта алмай жүреді. Брамы тауық бармайды. Менде брамы тауық жоқ, мына шатыс тауықтар бар, брамы. Брамы тауық дейтін жұмыртқаға келмейді ол деген. Ол просто әдемілікке ғой. Әдемі тауық есебінде асырамасаңыз. Тауықты қыстан кейін сыртқа қандай күндер шығарған жақсы дейді. Әуейт уақытында шығарасыз ғой. Қазір мен сізге айтайын, 4-тен бастап тауықтарды шығарып жіберсеңіз далаға, уже 7-8-ге дейін бұлар өзінің жемдерін үйлерін даладан тауып жейді. Ал таңертеңнен әуейтке дейін тауықтардың туатын уақыты уже. Арыстанғали Райымбек деген мен ғой. Тауық тумаса дейді Шапағат брат. Мана мен видео жібердім. Және мына WhatsApp'та группалар бар, соған жазыңыздар. Так, қазір сіздерге айтайын. Тауық тумаса, тауық семіріп кеткен жағдайда тауық тумайды. Сол үшін тауықтарыңызды арықтатыңыздар. 3 күн қатарына тауықтарыңызды қамап ұстаңыздар, далаға ешқайда шығармай. Чешті тек қана жылы су бере беріңіздер болды. Брамы тауық жоқ, аяғы түсіп қалды тауықтың. Басын шауып сойып тейсіз ғой, болды. Аяғы түсіп қалған тауық болса, оны істейсіз, басын шауасы сойып тейсіз. Ламан бұрауын жақсы дейді. Конечно, ламан бұрауын жақсы, дұрыс айтасыз. Қандай витаминдер бересіз? Мен витаминдер беріп жатқан жоқпын тауыққа қазір. Тек қана мына тоғызатын витамин беріп жатырмын, несушка дейтін. Болды, тек қана соны беріп жатырмын. Басқа витамин беріп жатқан жоқпын. Қазақи ғой біздікі. Суына жуа қосып беріп жатырмын. Сосын марганцовка қосып берем, болды. Бейт үстіне өріп кетпесін дейді. Қызыл лампы болса бейт үстіне өріп кетеді. Сол себепті тауықтарыңызды далаға шығарып күлге аунатып тұрған жақсы. Бұйыртса енді 50 тауыққа жеткізіп алсақ нормально болады ғой. Мен тауықты бұрыннан ұстаймын ғой. Менде 50 тауыққа дейін жетті. YouTube каналына кіріп көрсеңіздер болады. Просто мен өзім жұмысқа кетіп қалған жағдайда командировкамен сол кезде уже барлығын сатып жіберген ғой дегілер. Тілек қабыл брат. Породистый тауықтарыңыз болса өте керемет қой. Адилер ғой. Жұмыртқа сатам 70-тен дейді. Тілек қабыл брат. Қай қаладан сіз соны жазып кетіңіз, сатып жатқанда, жарнама жасап жатқанда. Сіздің қалаңыздағы кісілер кіріп отырса, сізден алады ғой. Бәрі үйдің тауықтары ғой. Ішінде бір 3 тауық бар, доминант, легорн, несушка болды. Дұрыс айтасыз, қораны дұрыстау керек. Мына просто қыста салынған, қыста емес, енді жазда салынған қора ғой, қалай болса солай.
Енді биыл Алла қосса барлығын дұрыстаймыз ғой. Қазақи тауықтар сатылмайды. Астролог породасы бар мен өте керемет тауық бұл деген. Жұмыртқасы да қымбат қазіргі таңда сұранысқа ие тауықтардың бірі австралиялық породасы жақсы. Брамалар көп тумайды, туу нашар брам тауықтар. Шама келгенше осындай породасты ұстағанда да мысалы доминант, нишушка, үй тауықтары, адлер, кучин, сосын не тауық енді порода көп қой, оның барлығын. Брамадан басқасының барлығы жақсы тауықтар ғой. Брама просто әдемілікке болмаса. Ол енді сирек кездеседі. Фабриканың тауығы балапан неге баспайды. Ол сирек кездеседі. Олар да басады ғой, дрожжи берсеңіз басады. Орал қаласында ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, қанша тауық бастаса дұрыс болады дейді. Шамаға енді ең бірінші тауық бастап жатсаңыз, мысалы енді бизнес бастап жатсаңыз, тауық бизнесін бастап жатсаңыз 50 тауыққа максималь. Сонымен енді 50 тауыққа жеткізіп алсам ала бұйыртса. Жұмыртқасын жеп қояды, өздері қандай витамин керек дейді. Тұрғынбай брат, ассалаумағалейкум. Жұмыртқасын жеп қояды, өздері қандай витамин берген дұрыс дейді. Қазіргі уақытта тауықтарыңызды далаға шығарыңыз. Даладағы витаминдер жеп, жұмыртқасын жеуін тоқтатады. Сыртындағы жұмыртқаны жеген жағдайда просто жұмыртқаны жемейді олар деген негізінде. Просто жұмыртқаны туғанда жарылып қалады да. Жұмыртқаның сырты слабый. Жұмыртқаға мана бұлар даладағы витаминдер жейді, тас жейді, айнөк жейді. Солар жейді де қорытады да, өз жұмыртқаның сыртындағы ағы бар ғой, ағы қатая береді ғой. Қатайған жағдайда уже бұлар жұмыртқаны жей алмайды. Далаға шығармай, мында бүлдіреді, бақшаны бүлдіреді дейтін болсаңыз, магазине ракушка дейтін бар. Соны сатып алсаңыз, соны салып бір ыдысқа қойыңыз. Ал олай жемей жатқан жағдайда, онда жеміне араластырып беріңіз. Тауықтарыңыздың жұмыртқа тууы да барлығы да жақсарады. Ишәне де мана жұмыртқаны жемейтін болады. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Орал қаласы ғой. Мен сатам. Не сатып жатсыз, шапағат брат, айтып кетсеңіз, неше тауық бар дейді. Неше тауық бар дейді. 12 тауық бар, айналдырған 12 тауығым бар. Үш әтешім бар. Тауықты қалай кіріп бастыруға болады дейді. Дрожжи бересіз ғой. Дрожжи берсеңіз жақсы басады тауық дейтін. Ау. Жоқ. WhatsApp-тан жазып жіберші. Аудио емес, былай жазып жібер WhatsApp-тан. Қараймын ғой. Туатын жерін қалай жасадың дейді. Туатын жерін жасағанда дейді, просто биіктігін 30 сантиметр алдым, енін 40 сантиметр, ананы өзім жасадым жалпы. Енді өзінің қораның ішіндегі өзінің хозяйны берді маған тауықты алғанда подаркаға. Мен тауық асырамаймын, алып кетші деп. Орал қаласынан боламын, Орал қаласынан, Батыс Қазақстан. Пока құрыққа жатқан жоқ, мен дрожжи беріп жатқан жоқпын қазір. Сол Алла амандығымызда дрожжи берем. Сол Оралдың шет жағында ғой. 19 тауық бар. Қай қаладансың, шапағат брат? Тауықтарыңыз қаншадан сатып жатсаңыз, соны айтсаңыз. Дрожжи өзім бересіз. Дрожжиң өзім бересіз ғой. Жұмыртқаны енді тауыққа байланысты ғой. Азғантай тауық ұстасаңыз, жұмыртқаны тек жеміне кетеді. Ал мысалы көп тауық ұстасаңыз, ол кезде өзіңіздің қалтаңызға да пайда түседі, және жеміне де аласыз. Атеш көп, 3 атеш 12 тауыққа көп, сол себепті сатып жатырмын атешті. Кәдімгі қалай айтсам ба, дрожжи дейді ғой. Қамыр бар ғой. Мысалы үйде әйел адам болсаңыз, үйіңізде қамыр елейсіз ғой, қамыр елейсіз ғой. Мысалы ер адамдарға айтайын, әйелдеріңіз қамыр елеген жағдайда, соны бір қамырдың жартысын алып, азғантай алып, соны берсеңіз болады. Или болмаса магазинде дрожжилар бар ғой, мысалы анандай дайын тұрған турпишта недегі, қалай еді, мешокта ма сатады ғой, соны алып берсеңіз де болады.
мә 120 тауық бар дейді. Тауық биттеген ау дейді. Дұрыстап жіберші дейді. Тауықтар биттеген ау. Дұрыстап жіберші дейді. 120 тауық бар дейсіз бе? Мә, ол өте керемет қой 120 тауық. Тауықтар биттеген жағдайда. Так, тауықтар биттеген жағдайда шамай келгенше енді дус себесіз ғой. Қораның ішіне дус себесіз, іштерін тазалайсыз. Мысалы, тұратын ағаштары бар ғой, туатын үйшіктері, соның ішін барлығын жуасыз қитып тұр хлормен. Сосын дус себесіз. Сосын ойдан шөп әкеліп шөп саласыз туатындарына. Дрожжды қалай бергенде қамыр ғой, енді ол дейтін дрожжы екен. Дрожжы жеммен араластырып берсеңіз де болады. Наған сесе дрожжың өзінде берсеңіз болады. Міне осы тауықты бастырғым келеді деп, сол тауықты бөлек қамап қоясыз. Содан кейін барып өзі тиісті сол тауықтың өзіне бересіз. Ол мысалы мынандай жерде тұрғанның барлығына берудің қажеті жоқ. Ертең барлығы бірдей жатып алатын болса, сіз жұмыртқа таба алмай қаласыз. Дұрыс айтасыз, 12 тауыққа 2 әтеш жақсы. 3 әтеш 16 мекенге нормально ғой. Енді дрожжды қанша уақыт бергенде басқанша бересіз ғой. Жұмыртқа қашан жатады жұмыртқаға, соғаннан бере бересіз ғой. Уағалейкум ассалам. Әрине жатады, неге жатпайды. Ол енді осылардың жұмыртқалары ғой шығып жатқан. Енді ол породыға байланысты ғой, инкубаторға жұмыртқа жата ма жатпай ма. Домашний тауықтың жұмыртқасы болса, инкубаторға жатады. Мысалы, мен сіздерге айтайын, домашний болсын, несушка болсын, адлер, доминант болсын, барлығын жұмыртқаға жатқызуға болады ғой. Бізде мысалы бір ютубер жігіт болды, таныс жігіт, өзім досым деп айтпай ақ қояйын, үлкен менен. Жақсы араласатын жігіт болды. Соның мысалы адлер мен австралиялық тауықтар басты. Өзімнің неше дос балам бар, осы Орал қаласы тұрады. Соның да мысалы 2 адлер жатты қыстың қақ ортасында. Еще бір австралиялық тауығы жатты ғой. Ол походу бастырған жоқ. Менің тиктогымда бар оның тауықтарының басып атқаны. Дрожж берген жағдайда тауықтарыңыз жұмыртқа деп дрожж береді ғой тауыққа, сол кезде тауықтарыңыз балапан басады. Еще жұмыртқа тууға да жақсы деп естігенмін мен дрожжда деген. Өзі күлге аунаса тауықтар беттемейді ғой. Сухой беруге де болады, жеміне араластырып та беруге болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай бересіз ғой. Қораздар қырылып тұр сол. Мына 2 домашний үй әтеші дейтін бірге шыққан ғой, бірақ қырылып тұр. Мында келгесін тауықтар өргесі бөлініп кетті. Мысалы, өздерінің қораларында дым тауығы жоқ, тиісті 5-6 әтеш жүр ғой. Соның ішінен осы 2 әтеш таңдап алдым. Тауыққа кене баспау үшін тауықтарыңызға шамай келгенше дрожж себесіздер ғой. Дрожж себе беріңіздер, айналдырып. Құрметті көрермендер, менде телефон шыны керек. Қазір 9% қалыпты, зарядка көмектеспей жатыр. Сол себепті барлықтарыңыз менің каналыма TikTok және YouTube каналыма тіркелсеңіздер, тек тіркелмесеңіздер TikTokқа тіркеліп қойыңыздар. Алла бұйыртса тағы да эфир ашатын болам. Осындай бір уақытты белгілейік. Барлығымыз белгілеп, менің бір видеомның астына комментарий жазып кетіңіздер. Обед уақытында или кешкісін бір эфир уақытын жасаңыздар. Сол эфир уақытында мен кірем, сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап берем. Ал нағыз эфирге уақытымыз жоқ дейтін болсаңыздар, тауық бизнес бастау дейтін WhatsApp группа бар. Мына профильде тұр. Соған тіркелсеңіздер болады. Или болмаса менің өзімнің жекеме WhatsApp нөмірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Мен сіздерді қосатын болам соған деген. Алла амандығын берсе. Давайте, достар. Бұйыртса көрсеміз ғой, менде 9% қалды уже. Телефон өшейін деп жатыр. Мына жерде ТТ жаманадан бері кіріп жатыр ма, әңгімелесіп отырық қой. Жайлап адам санында көбейіп жатыр, не істеп жатыр.
жақсы бүгін жақсы отырыс болып жатыр енді. 69 адам тіркеліп тастаған ғой маған деген. Барлықтарыңызға көп рахмет. Алла разы болсын. 5000 адам қараған бұл уже менің тек дүниемде. 5000 адам кірген ғой, 5000. Базар жақсы көрсеткіш қой мынау деген. Иә, нөмірлеріңді жаза қойыңыздар, мен скриншот түсіріп ала қойын. Аслан, сен скриншот түсіріп алдың. Қазір телефон өшіп қалды. Так, түсіріп алдым ана. Так, тоқтамаса не. Братан, қазір менде телефон өшейін деп жатыр, ана кісілердің нөмірлерін түсіріп ала қойын. Алла берсе полный зарядкамен келем ғой. Давайте, достар, енді үлгермегендеріңіз болса, уже жекеме жазсаңыздар, ренжімеңіздер. Жақсы отырыс, жақсы әңгіме болып жатыр еді. Телефон өшейін деп жатыр, кімнен түсіріп ала қойын, тағы жазылып тұр. Давайте енді бұйыртса осы кісілерді қазір қосатын боламын. Давайте, всем салам алейкум.